Құрметті ханымдар мен мырзалар, кештің басты жекпе-жегі сөздер дайын болсаңыздар, біз бастаймыз! Ladies and gentlemen, the main fight of the evening is in the flyweight division. Allow me to present judges of the main fight. Main judge Nurbek Munglukhov, judges Asılbek Ismagambetov, Mukhtar Kanatbayev, Ruslan Kaziyev, timekeeper Amantay Nurgaliyev, referee Manap Kabdiyev. And so, judges are ready. Referee are ready. Fighters are ready. Let's start! Introducing, fighting out of the blue corner. His professional record 17 wins, 11 losses, stands 160 centimeters tall. His weight 56.7 kilograms. Fighting out of Orlando, USA. Please welcome Cleveland Baby Beast Mode McLean. Және ona қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. His professional record 15 wins, 9 losses, stands 163 centimeters tall. His weight 56.7 kilograms. Fighting out of Ақтөбе, Қазақстан. Ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Жалғас Жұмағұлов. Ардақты жанкүйерлер, бүгінгі кештің main evenті Жалғас Жұмағұлов, рефери Манап Қабдиев. Айқас басталуға жақын. Манап Қабдиев тиісті нұсқауларын берді. Кливленд Маклин, Жалғас Жұмағұлов. Оса Жалғастың енді айттық қой, Қазақстан ММА тарихына жазып кеткен ізі, қалдырған ізі. Бір атанға жүк болардай тарих. Енді міне бүгін Жұмағұлов өзінің кезекті қарсыласымен айқасқа шығуда. Маклин мығым денелі, дене тұрқы барлығы Жалғаспен бірдей, шамалас. Соққылардың бірі. Алғас қазір ақырын ғана бірінші нөмірмен жұмысыға көшті. Күземен жасалған соққы қалыпты. Тейдаун бар. Жалғас Жұмағұлов өзінің қарсыласын канвасқа жықты. Бірақта Маклин жақсы позицияға көшті. Жалғастың еркін қимылдауына мүмкіндік беретін емес Маклин. Қазір сонымен қатар шынтақпен өте жағымсыз соққылар Маклин үшін. Бұндай соққы шындығында Маклиннің қорғанысын бұза жара, қазір біраз қолайсыздықтар тудыратыны түсінікті. Сондықтан да Жалғастың қос қолын қапсыра ұстап жібергісі келіп те тұрған жоқ. Америка құрама штаттарының өкілі. Маклин свип жасауға, Жалғас Жұмағұловты аударып тастауға әдістер жасап жатыр. Қолын соққы жасамас үшін қолын байлап, қазір Жалғас білегін қарсыласының алқымына қарай салып көрген болатын. Шынтақпен бір соққысы жақсы тиді. Және де Маклин енді бұған дейін өткізген жекпе-жектердің санын айта кеттік. 28 жекпе-жек өткізген, 17 айқаста жеңіске жеткен. Маклиннің енді жүріп өткен жолда бір атанға жақсы бір тарих деп айтуға да болады. Бұл Маклин ең алғаш рет 2014 жылы кәсіпқой деңгейде айқасқа шыққан екен. Одан бері міне қаншама сүрбеленді басынан өткізген. Titan FC сияқты, Fury FC осы секілді көптеген азулы
лигаларда өнер көрсеткен тәжірибелі жауынгер. Жалғас асығатын емес. Бірінші раунд 3 минут өтіп кетті. Жалғас жалпы жалғастың мінеге Айқасу стилі енді партер, жалғас партердің жауынгері емес. Біз білетін Жалғас Жұмағұлов тік тұрып төбелесудің өкілі. Көбінесе осы стилді тұтынатын, осы стилді қолданатын жауынгер. UFC-ден кейін Жалғас біраз жанкүйерлердің, MMA жанкүйерлерінің сынына түскен болатын. Өйткені бұған дейінгі жекпе-жегін әлде UFC-дегі өткізген жекпе-жектеріне қатысты, UFC жекпе-жегіне өткізген қатысты. Өйткені біздің қазақтың спортшыларына шыны керек, олар бірінші болғаннан кейін олардың мойнында өте үлкен жүк тұды. Олар қазақтың туын шетелде, сонау Америка құрама штаттарында қазақтың туын желбетіп жүргеннен кейін қанша қазағымыздың көзі бұлардың жекпе-жектерін бақылайды. Біреу сынға түсіреді, біреу мақтайды. Сол себепті жанкүйерлерді, біздің спортшыларды жеңісте де қолдауыңызды шақырамын. Жалғас өзіне ыңғайлы қарсыластың арқа тұсына қарай шықты да жауапсыз соққыларын жаудыра бастаған сәті. Маклин басын бұғып тек қорғануда әзірге. Екі аяқты салды, енді қоқындыру әдісін шығарады. Жоқ, Маклин өте сауат. Қорғанысы орнында. Уақыт жете ме деген сұрақ қой. Өте сауатты қорғана біліп отыр. Жалғас қабағын көтеріп таблоға бір көз тастады. 7 секунд. Уақыт әрине жете қоймайтын. Тәуекел етпей қойын. Осымен бірінші раунд аяқталды. Бұл раунд енді мүлтіксіз Жалғастың Жалғастың пайдасына жазылған раунд. Жалғас бұл жолы партерде өзінің белсенділігін көрсетіп жатыр жанкүйер жұртқа. Асығатын емес. Маклинді өте сауалды қорғануда. Бірақ та Маклин қарасаң тіпті отырған да жоқ қазір. Үзіліс кезінде әлгі еш қобалжусыз. Алда екінші раунд. Менің ойымша бұл тік тұрып екі жауынгердің бір тік тұрып айқасуы болады ғой. Статистиканы өздеріңіз көріп тұрғандай. Бір тейкдаун 5 минутқа жетіпті. 4 минуттан астам уақыт бақылауында ұстағаннан кейін Жалғас қарсыласын тырп еткізбей тұрғызбастан. Маклин. Міне айқас басталған жақын екінші раунд. Екі жауынгер қол алысты. Маклин өзі бірінші күреске. Маклин таңғалдырып жатыр. Күреске шақырады Жұмағұловты. Жалғас жақсы. Қандай тамаша ептілік танытты қазір. Лып беріп қарсыласының арқа тұсына шыға келді. Мойнын енді Маклин енді күресті бірінші нөмірмен күрес әдісін өз жасауда. Жалғастың әдісіне тамаша қарымта әдісін орындай білді Маклин. Және қазір өзі орындап көретін ерекшелігі бар. Және Маклин дегенмен де мүмкіндік беретін емес. Қазір Жалғастың еркін қимылдауына өзінің бір ойлаған бар сияқты. Жалғас сөйлеп келгеріп жатыр. Жалғастың бұрышында Найзаның екі бірдей чемпионы, одан қалса Бағдат Жұбаныш барлығы осында. Міне позициясын жақсартты Жалғас.
Бірінші раундтағындай позициясына қайттан келді. Енді Маклиннің тұрып кетуі қиынға соғатын сияқты. Ондай ситуацияда жалғаста асығып жатқан жоқ. Қайдасыға дейін. Шындығында өзіне қолайлы стиль. Қарсыласын осылай раундтың басынан бірден аптығын басып, әрі қарай өзінің дегеніне алып келу. Жалғастың көздегенінде осы мынандай партерде жатқан сәтте әрине қарсыласының бауыр тұсын тексереді, одан қалса шынтақпен соққы жасайды. Осылай ұпайын түгендеп жатқан жайы бар жалғастың. Манап Қабиевке әлсін бір ескертулер жалғастың тарапынан да айтылып жатқандай. Тілдесіп үлгеруде не себеп екендігін әзірге түсіне алмай жатырмын. Қандай не шынтақпен жасалған соққы тағы да. Бақылау. Жұмағұлов қарсыласын тырп еткізбей ұстауда. Бағана тілге тиіп еткен осы жалғастың жанкүйер жұрттың тарапынан алған сынына қатысты. Әр қатарынан бірнеше жекпе-жекті жеңіс тапты UFC-де. Содан кейін біздің жанкүйер жұрт неліктен жеңіліс сайын жеңілістен жеңіліске жете бересің, одан қалса әлгі кей жағдайда шындығында Жұмағұловтың жеңісті жұлып алған жайы бар төрешілердің. Ол сөзсіз жекпе-жектерді жанкүйер жұрт көрген болса. Сондықтан біз жалғасқа ренжи алмаймыз. Оның сіңірген еңбегі ол негізі өзінің физикалық мүмкіндіктерін нағыз бір шарықтау шегі осы Fight Nights Global'да жүрген сәтінде ешкім жеңеді деп күтпеген қарсыластардың барлығын тізе бүктірген жауынгер. Сондықтан да Дағыстандық ММА мектебінен Қазақстандық ММА мектебінің ешқандай кем емес екендігін паш ете алған жігіт. Сондықтан да бұл азаматтың орны ерекше. Қазір енді сондай Найза лигасында турнирдің бастайқасында өзінің білгенін, өз тәжірибесін осылай паш етуде. Мен білуімше Жалғас Жұмағұлов UFC-да айқын басымдылықпен және нокаутпен ұтып көрген жоқ. Жоқ. Әлгі барлық жекпе-жегі, барлық жекпе-жектері текетіреске толы, сондай тең дәрежедегі қиян-кескі ұрыспен өткен. Маклин барынша астынан шығуға тырысып жатыр. Маклин шынтақпен қазір мазалап көрді Жұмағұловты. Дегенмен де бұл Маклинге бір соққылар қаншалықты қиын болып жатыр екен. Не десе де бұл раунд соңына таяп қалды. 30 секунд небәрі Жалғас Жұмағұловта және Маклинда бар. 2 раунд бойы Маклин өзін көрсете алмады. Бірден Жалғас Жұмағұловтың артына аяғына кіріп, Жалғас Жұмағұлов Маклиннің арқасын алып, осындай қазір жағдайда жатқан жайы бар. Мінекей, 2-ші раунд аяқталды. Өздеріңіз көргенде 2 раундыда Жалғас Жұмағұлов өз сынамаса, бұл әлде Жалғас Жұмағұлов бұл жекпе-жегін нокаутпен аяқтаса жанкүйерлерге мейрам сыйлар еді. Не болса да екі жауынгер жақсы жекпе-жек көрсетіп жатыр. Алматы арена бәрі тік тұрып аяқтарынан көріп жатыр. Міне статистика. Және тек қана соққы жүргізген екен статистика бойынша. Енді 2 раунд бойынша басты сөзсіз Жұмағұловтың жағында. Маклин әлгі тіпті маңдай терлемегендей ғана сергек сапсау. Денесінде бір зақым келмеген.
Маңдайынан тершіп, енді ғана тершіға бастағандай. Үшінші шешуші раунд жауынгерлерге қолдау көрсетек. Алматы Арена! Екі жауынгер бір-біріне үшінші раундтың басында сыйластығын көрсетіп. Спорт бұл тек қана бәсеке. Айқас алаңынан бір аттағаннан кейін екі қарсылас бір-бірімен дос. Осы позиция шайқастың кетсе, рингте шайқас деген найзаның басты ұранының бірі де осы. Маклин секіре барып тізесімен шабуыл жасап көрді. Жалғас барлығын бақылауында ұстауда. Бұл жекпе-жек қатшық зря. Құласам да жетіп ұрам деген сияқты. Мінекей. Бұл қауіпті болды. Жалғас үшін өте жаман жайт. Қазір міне қайталасатын көрсек, Маклин енді әдей. Дәл. Мына жерде ереже бұзылды. Сөзсіз. Дисквалификация болуы мүмкін бе? Уақыт бар. Енді мен олай болады деп ойламаймын. 5 минут үзіліс беретін сияқты. Не болса да Маклин ондай ойы жоқ болған сияқты. Мен ойымша дисквалификация, егер жауынгер аяғына тұра алмаса, және де бірнеше рет қайталап ереже бұзса, сол кезде алдын ала ескерту болған кезде, енді не десе де екеуі де тәжірибелі. Маклиннің де жүзінде бір өз-өзін жазғыру бар сияқты, кінәлі сезініп бір. Екі қабаға көтеріп кеткен. Мені көрініп тұр мына жерде. Өз айыбын өз сезіп тұрған, тақталдында тұрған баладай қазір Маклин. Маклин өз қателігін түсініп жатыр. Қос қолын көтеріп кешірім сұрап та үлгерді. Жалғас тұрды. Енді қызық қаншалықты айқасты жалғастыруға мүмкіндігі бар. Дәрігер жанында. Егер бұлай болып жатқан болса, бәлкім жекпе-жек тоқтатылатын да шығар. Бірақ енді Жалғастың біз мінезді азамат екендігін білеміз. Бұл Жалғас үшін қиындықсыз біраз. Маклин не боларын Жалғастың түр әлпетіне қарағанда енді не болса да қаншалықты белден төмен қорғанысы болса да өздеріңіз білесіздер, проф боецтардың, проф жауынгерлердің соққысы өте қатты ғой. Әрине. Тисе тас жарады деген сияқты. Жалғас Жұмағұлов ақсандай басып отыр. Тисе тас жарады деген бір тікелей сипаттамасы сияқты осы жағдайдың. Сондықтан қазір бейне қайталаса әті Маклин не дейді? Енді бұл Жалғастың ауырып атқанын енді ер адамдар жақсы түсінер. Әрине. Жалғастыруға дайын сияқты. Жалғас аяқ алысы тәп-тәуір, алаңның ортасына қарай. Жауынгер қайсар мінездігін көрсетіп, әлі алдыда 3 минут өтті. Бас бармағын көтерді Маклин. Азамат екенсің деп Жалғасқа. Ешқандай бір бұғып қалу, жасқану тағы басқа жоқ. Кешірімді сұрап үлгерді. Айқас басталды. 3-ші раунд. Енді абайлап теуіп көретін шығар жаңағы Маклин. Мінеке қайтадан Маклиннің орында болғанда мен ондай соққы теппес едім. Екінші. Мінеке. Middle kick, осы дұрысырақ сияқты Маклин үшін, өткені екінші қайтара теуіп жіберсе, төреші бұл жерде кешірім танытып жатпас. Жалғас өршілене алға ұмтылды қазір. Бірінші нөмірмен хай-кик. Қауіпті. Аяқты әлсін. Аяқты іске қосуда Маклин. 2 раунд түсінді ғой, ұпаймен есе жіберіп жатқандығын. Батыл шабуылдауға көшті. Маклин бұл раундты өз қолын алған сияқты. Жаңағы ереже бұзылу Жалғастың бәлкім ерік жігерін мұқалта қойды бекер шығар. Бірақ
психологиялық жағдайға бір әсер ететіні сөзсіз. Жалғасқан жерде өте көп күшін құртып жатыр. Қазір Маклин бұл құлыпты жапты ма? Жалғастың мойны қалып қойды. Жапқанымен де екі аяғы бос тұр. Жалғастың корпусын құшақтаған жоқ аяғымен. Бір аяқты өткізді, бірақ Жалғастың бет жүзінен көруге болады. Аса қиын болып жатқандығын. Оңайға соғып жатқан жоқ. Аяқты алып тастауға тырысты. Ол қолынан келді. Шықты. Гильотина әдісінен аман есен шықты. Маклин тұрып кетуге тырыса ма? Тік тұрып түгместе Маклин бұл раундта жақсы жоспарын жүзеге асырып жатқан еді. Жалғасты. Тұрып кетуге. Секе, сіз білесіз, бөтен елде өнер көрсету, жетпей-жек өткізу өте үлкен бір психологиялық қысым. Және де ондай мына Кимура әдісін қайталап көрді, бірақ та позициясы кішкене торға тақалып тұрғаннан ыңғайсыздау болады. Не болса да Жалғас Жұмағұловтың соғуын мінекей шығып кетті. Маклин тіпті бір тұрып кетуге талпыныс жасап жатқан жоқ. Әлгі астынан көбінесе күтуге тырысуда. 50 секунд қалды. Бұл жекпе-жектің аяқтауына 50 мінекей. Қандай қалыпты сәт. Қалай? Жоқ. Жоқ. Жіберіп алды, сырғытып алды. Мына жерде енді хил-хук болмаса, енді білмеймін. Жіберіп алды. 30 секунд енді Жалғасқа шыдау керек, ал Маклин ауыр соққыларын қарша жаудыра бастады қазір. Мінекей 22 секунд Маклин не ойлап табар екен? Бұл уақыт жете ме Маклиннің ойындағысын жүзеге асыруға? Қазақстандық аралас жекпе-жегінің ардагері Жалғас Жұмағұлов бүгінгі кештің мейн ивентінің жұлдызы. Мінекей Маклиннан раунд соңында сөзсіз. Енді не дейсің, Секе? Шындығын айтқанда, енді бұл раундты Маклиннің нешіне жазатын шығармыз бұлай жанкүйер ретінде. Маклин енді бір өктемдігі жаңағы паркерге Жалғаста бақылауында ұстады. Тіктір бұрыс салуға келген кезде Маклин сәл дәл соққыларға көбірек қол жеткізген сияқты. Енді білмем, төрешілердің шешімін естиміз. Не болса да Маклиннің бапкерінің шаш үлгісін көрсеңіздер, тамаша, ерекше. Жалғас Жұмағұловтың менің ойымша оң аяғы жарақат болған сияқты. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай. Ақырына дейін шыдап көрді. Азамат не бар әдісі жасап көрді. Тізесіне ауырту тәсілін өткізіп көрді. Не болса да Жалғас Жұмағұловтың ақсандап тұрғанын көріп тұрмыз. Аяғын тұлпып басып бара жатыр. Демек енді бұл аяғына бір зақым келген сөзсіз. Бағанаға жасалған әдіс бар. Сонымен қатар әлгі аяқтан кеткен сәті, сол барлығы. Енді төрешілердің шешімін күтеміз. Жалғас Жұмағұлов сөзсіз. ММА ардагері бәлкім осы Найза лигасында жүріп өзінің мансабын аяқтайтын сәттің жақындап қалған шығар. Бәлкім Маклин барын салды. Ақырына дейін арпалысты көрді америкалық файтер. Қанақ жанкелер, бұл Найза 57. Комментаторлық қызмет атқарған мен Серік Ноян және бүгін өте қызықты сараптамасымен жақсы талғаммен осы эфирдің сәнін кіргізген әріптесім Мұхит Ахметов. Мұхит, үлкен рахмет. Міне ринг анонсер ортаға шықты. Қазір жеңімпаздың кім екендігін естісек. Ladies and gentlemen, result of 3 rounds by decision of judges.
28-29. Winner by unanimous decision. Fighter of the red corner, Жалғас Жұмағұлов. Иә. Ұпай санымен жеңіске жетті Жалғас.